Маңғыстау облысымен бірге есейіп қалыптасу кезеңін қатар кешкен облыстық телеарнаның тарихы қазыналы өлкенің өз тарихы. 1970 жылы Қойнауы тарихқа тұнған мекеннің жаңалықтарын жеткізу үшін көгілдір жәшік жұмысын бастады. Осы саланың даму барысында орасан зор еңбек еткендердің бірі Жоламан Бошалақ. Ол 1943 жылы 24 сәуірде Атырау облысы Ембі ауданы Тұрғызба ауылында дүниеге келген. Жастайынан қаламгерлікке құмартқан Жоламан Бошалақ орта мектепті бітірген соң Ембі қалашығында жұмыс істеген. 1971 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдаған соң Маңғыстауға таман тірейді. Бұл есім маңғыстаулықтарға жақсы таныс. Бұқаралық ақпарат құралдарынан халыққа жеткізуде алдыңғы қатардан көріне білген ақын, журналист Жоламан Оңдыбайұлы өз ісіне жауапты, дарынды, дара жан болатын. Қарапайым редактордан бастап, үлкен жауапты басшылық қызметтерге дейін атқарды. Ой-хой дүние серуен, адам бір көшкен керуен деп ол Абай айтқандай, осынау өмір көшінде талай адамдармен кездесесің, талай адамдармен қоштасасың, бұл өмірдің заңы. Бірақ сол кездескен адамдардың ішінде бір есте қалатын, ұзақ уақыт есте қалатын бір адамдар болады. Соның бірі осы Жоламан Бошалақ. Жүгіңнің менің тағдырмен бір байланысы туралы айтып кетейін. Сонау 1978 жылы мен жоғарғы оқу орнын бітіріп осы Ақтауға келгенде сол телеарнаға бардым. Журналистік жұмыс жасағым келіп барсам Жүгің Жоламан Бошалақ сонда бас редактор екен, қазақ редакциясында. Ол мен қарап, әртүрлі құжаттарымды қарап, бұрын газет істеп кеткенімді, институттың қабырғасында жүргендегі еңбектерімді көріп, біз сені жұмысқа қабылдаймыз деп, сол Жүгің мені телеарнаға қабылдауға бірден бір ықпал еткен азамат еді. Содан кейін сол кісімен бірге еңбек еттік. Жоламан Бошалақ 71 жылы сонау осы телеарнаға ең алғашқы келіп осы телеарнаның қалыптасуына үлкен үлес қосқан азаматтардың бірі екен. Гүлжауһар дейтін талантты ақын журналист апамыз болды. Сол екеуі бірге, жұбайы екеуі бірге келіп осы телеарнаны үлкен көтерген екен кезінде. Одан кейін енді Жүгің осында 84 жылы Мұнайлы ауданы дейтін аудан болды. Сол ауданнан бір газет ашылатын болды. Аудандық газет. Мұнайлы жаңалығы, Мұнайлинская новость деп. Соған жаңағы Жоламан Бошалақ мені шақырды. Ал енді айналайын, сен маған көмектес, маған жауапты қызметкерлікке бір адам керек, жауапты хатшылыққа деп. Соған бірге барып, Жүгіңмен тағы да бірге жұмыс істестім. 2 газет шығардық. Ол енді шын айту керек, ол телеарнада болсын, газетте болсын, қиындық көп болды. Ол енді қалыптасу кезеңдері ғой. Жоламанның, Жүгіңнің бір артықшылығы, ол қиыннан жол таба біледі, тіл таба біледі. Жоқтан бар жасай алады. Өзінің сабырлы қалпымен, нағыз енді шын айтқанда журналистің жұмыста бір қапылыс жұмыс қой. Кейде бір сәлдатқа бір ренжіп қалатын жағдай болады, басқа болады, бірақ Жүгің сол бір қалыпты. Сол байыпты қалпымен қиындықты да жеңіп шығады. Анау-мынау адамдармен де тіл табыса алады. Сол бұл Жүгіңнің жүрген жерінде телеарна болсын, газет болсын, ол құлпырып кете береді. Себебі бұның бірден бір азаматтығы, оның тіл табыстығы. Және Жүгіңнің жүрген жерінде жаңағы айтқан сияқты, ол жоқтан бар жасап, яғни айтқанда бір жетпей атқан заттар болады ғой, соның барлығын тауып отырды. Менікі осы жағынан үлкен құрмет тұтам Жүгіңді, тіпті Жүгіңді өзімнің ұстазым санаймын. Себебі мен бір адамның тағдыры бір адамға байланысты деген, сол кезде Жүгің мысалға мен телеарнаға жұмысқа алмағанда, мүмкін мен басқа қызметте болар едім. Менікі 30 шақты телеарнада жұмыс істедім. Сол менікі осы менің осы жеткен жетістіктерім, соның бастауында осы Жоламан Бошалақ тұрғанына әрине мен өте риза болдым. Маңғыстауды кең дүниеге танытқан қайсар жан өз өмірін өнермен осылай өрген еді. Ол 1971-79 жылдары облыстық телеарнада аға редактор, редакция меңгерушісі, бас редактор болып қызмет атқарды. Алғаш осы телевидениеге мен өзім 72 жылы келіп бір интервью берген. Содан кейін 73 жылы Маңғышлақ облысы құрылғаннан бері қарай Жүгің екеуміз қатар келе жатырмыз. Содан бері таныспыз. Сол уақытта жаңағы өзінің жарқыраған гауһар келіншегімен келіп осы Маңғыстауда жұмыс істеп жүргеннен бері қарай қызметтесіппіз. Мен осы облыс орталығында бер жағы мына Мұнайлы ауданында Қадабөрде республикалық деңгейлерде қызмет жасап жүргенімізде Жүгің как бұқаралық ақпарат құралының өкілі есебінде
әрқашанда тығыз байланыста болдық. Қай жерде жүргенде де бұл кісінің сол салмақтылығы, әр нәрсеге байыппен қарайтындығы. Жоламан Бошалақ телеарнада мазмұнды хабарлар мен көпшілік көңілінен шыға білді. Оның ең үлкен бақыты да осы болған. Телеарнаны күнделікті қым-қуыт тірлігімен қоса қалам тербеген бірнеше кітаптың авторы. 70 жылы 15 тамызда жұмысын бастаған. Біз бір жыл толмай жатып, келесі жылы шілде айының аяғында келіп жұмысқа кірістік. Біз деп отқаным жаңағы апайың Гүлжауһар Сейітжан деген журналист өтіп кетті. Енді айтатын жоқ, ол кез тек аты ғана телестудия. Ең ар жағы қаланың өзі, қаланың шеті 5-ші шағын ауданмен бітеді. 6-шы шағын аудан жаңа салынып жатыр. Осы телестудияның ашылуы біздің жаңаша өмір бастауымызбен тұспа-тұс келді. Біз университетті бітіріп жатқан уақытта осы жаққа жолдама берілді. Телестудия ашылайын деп жатыр, соған жас маман ретінде барасың деген. Содан еңбек жолымыз басталды. Елді, жерді тану содан басталды. Біздің бүгін сол ортаның адамы болып өсуімізге осы телестудия, Шевченко телестудия, Қара шаңырақ сонда жасаған аға апаларымыздың көп көмегі тиді. Сондықтан біздер үшін өте ыстық, біздер үшін өте қасиетті шаңырақ телестудия. Жоламан Бошалақ еңбек жолын 1981-84 жылы облыстық коммунистік жол газетінде бөлім меңгерушісі болып бастады. Одан соң 1984-89 жылдары Мұнайлы ауданы Мұнайлы жаңалығы газетінің редакторы, 1990-94 жылдары Маңғыстау телерадио компаниясының бас редакторы, төрағаның орынбасары, телестудия директоры болып қызмет атқарды. Сондай-ақ 1995-2002 жылдары Маңғыстау газетінің бас редакторы, облыс бойынша осы кезге дейін Егемен Қазақстан газетінің меншікті тілшісі болып жауапты қызмет атқарды. Ел ағасы телеарнаның мұрағатына мол мұра табыстаған. Толға биыл мерейлі 75 жасқа толып отыр. Жоламан Бошалақ облысқа түбектегі ардагер қаламгерлердің бірі. Ал Жоламан мен екеуміз бірге жұмыстас болдық. Бұл Коммунистік жол деген газетте. Ал Жөке енді 70 жасын құтты болсын. Осы жасқа дейінгі біраз еңбек сіңірдің, алған енді марапаттарың бар талай, ол енді бір адамға жететіндей. Енді қалған мезгілдегі аргумент осы, қалған мезгілде осы Алла Тағаланың берген жасын жасап, осы бала шағын қызығын көріп жүр. Ел үшін аянбай еңбек еткен Жоламан Оңдыбайұлына көпшілік ақ тілегін шын көңілмен арнауда. Торқалы тойыңыз құтты болсын аға. Көңілеке өмірдің өзі өтіп жатыр ғой, 75-ке келіп қалыпты. Ол үлкен биік белес, осы белеске азаматтық тұлғасымен үлкен кәдімгі ардагер аға ретінде келіп отыр деп айтыр. Әрине оған алдада мықты денсаулық, отбасылық бақ, балалардың қызық қуанысын көрген тілеймін. Тілегім енді Жөкеңе қазір менің құрдасым Гауһардан айырылып болғанменен енді бала шағасының қызығын көріп, өзі сол дені сау болып, бала шағасына бас көз болып, ауылдың, елдің ақсақалы болып жүре бергей. Ал енді творчество болып, шығармашылық дейтін ол қартаймайтын нәрсе ғой. Шығармашылық жұмыста да табысқа жете беруге тілектеспін.